Садақаның пайдасы. Біресе биліктен, біресе туыстан, біресе банктен, біресе тамыр-таныстан көмек сұрай бергенше өзіңіз жұртқа көмектесе алатын деңгейге жетіңіз. Мен жасаған жақсылығымды Алланың разылығы үшін жасаймын және жылтыңдатып жариялағанды жек көремін. Садақаның қасиеті де сонда. Мақтаныш үшін жасалынбауы тиіс. Садақаның қасиеті туралы сағаттап сөйлеуге бармын. Үнемі сабақтарымда жиі айтамын. Айтқанымның нәтижесін көріп те жатқан шәкірттерім мысалдары да жетерлік. Байығыңыз келе ме, садақа беріңіз. Жасырын не ашық түрде көп садақа беріңіз. Ризықтарың көп еді. Көмекке ашық болыңдар. Дұғаларың қабыл болады. Ауруларыңыздан құлан таза айыққыңыз келе ме, садақа беріңіз. Ауруларды садақамен емдеңіз. Садақа барлық ауруды және бәлені қайтарады, дейді. Тілегіңіз орындалмай жүр ме, садақа беріңіз. Қарызыңыз көп пе, садақа беріңіз. Күнәңіз көп пе, садақа беріңіз. Неге дейсіз бе? Өйткені расында да түсінген адамға садақаның пайдасы орасан зор. Жақсы, тіпті менің сөзіме сенбейсіз делік. Ендеше садақаның қасиеті туралы мен айтпаған хадистерден алынған пайғамбарлар сөздерін жинақтап жаздым. Жақсылық өмірді ұзартады. Садақа күнәларды кетіреді және жаман өлімнен қорғайды. Садақа берген адамның ризығы көп еді және дұғасы қабыл болады. Садақа беруге кедергі болған адамға лағнет болсын. Садақа қабір азабынан қорғайды, қияметте қамқорлығына алады. Садақамен қиыншылықтардың алдын алыңдар. Судың отты сөндіргендей садақа да күнәларды жояды. Уалляхи, садақа берумен мал азаймайды. Олай болса, садақа беріңдер. Садақа дүние мүлікті көбейтеді. Олай болса, садақа беріңдер. Садақа 70 түрлі бәленің алдын алады. Бұлардың ең жеңілі алапес ауруы. Садақа шайтанның белін сындырады. Жасырын берілген садақа Алланың ашуын сөндіреді. Алла разылығы үшін садақа берген адамға қияметте Аллах тағала: «Ей құлым, сен менің разылығымды көздедің, мен сені масқара етпеймін және денеңді жаһаннамға харам етем. Кәне, жаннатқа қалаған есігіңнен кір», деп бұйырады. Аз да болса садақа беріңдер. Ақшасын сақтап бермеген адамның Аллах тағала ихсанын кеседі, мейірімін үзеді. Ризығыңның көп болуын қалаған адам садақа берсін. Садақа беріп, ризықтарыңды көбейтіңдер. Садақа мал мүлікті көбейтеді. Бір дана құрма болса да садақа ретінде беріңдер. Өйткені ол аз болса да аштықты кетіреді және судың оттың сөндіргені секілді күнәларды жояды. Садақа ретінде берілген бір үзім нан Аллах тағаланың алдында Ухуд тауындай үлкейеді. Оқыдыңыз, қайтара оқыңыз. Түсініп, әр сөйлемге терең бойлап оқыңыз. Осыншама орасан зор пайдасы біле тұра енді садақа беруге қатысты пікіріңіз өзгерте алдым деп ойлаймын. Себебі бір басыңызда өзіңізден өткен мәселелерді үйіп алып жүргенше садақа беріп,
жоқ қылып жіберген әлде қайда абзалырақ. Ендеше мәселеңіздің шешіліп, қиындықтан құтылып, тығырықтан шығар жолды біле тұрып, әрекетсіз отыруға болмас. Расында садақаны берген адам үшін пайдасы мен сауабы мол. Садақа жоғарыда айтылған қаншама қасиетінен өзге, сол садақа берушінің мейірімін оятып, жүрегін тазалайды. Ал ақыретте сауапты амал жасау мүмкін болмаған сәтте берген садақаңыз сауабы тым жоғары екен. Мен үнемі айтып жүремін, Алла тағала берген садақаны 10 еселеп қайтарам деген сөз екен. Қалтасында соңғы 500 теңгесін беріп, еселеп алғандар бар. Әрине, мен Құдаймен есеппен байланыс орнатпаймын. Бірақ бастапқыда осындай есебі бар адамның жүрегі әр адамға жақсылық жасаған сайын жұмсара бастайды. Жүрекке мейірім орнағанда адамның өзі-ақ садақа бермей жүре алмайды. Менің ислам мен өзім оқып тоқып жүрген техникаларыма жүгіне отырып жасаған авторлық марафон күн сайын садақа беру талабы міндеттелген. Садақа деген тек қана қаржылай көмек көрсету деген сөз емес. Садақаны сөзбен де, біліммен де беруге болады. Яғни білгеніңізді тегін үйретіңіз. Өзіңіз кимейтін киіміңізді беріңіз. Тәтті тамақ пісіріп, көршіңізге ұсыныңыз. Жақсы сөз арнап, дүкендегі сатушыны қуантыңыз. Біліңіз, садақа беру үшін бай болу, ауқатты болу міндетті емес. Ол сіздің көңіліңіздің байлығы, ниетіңіздің түзулігі. Ендеше садақа беріп, өзіңізді сан бәледен сақтаңыз. Ырзығыңызды көбейтіңіз.